Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызанақ шырынындағы қытырлық қиярды қысқа дайындық ретінде банкаға жабу жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен барлық ингредиенттерімізді жуып, тазалап алатын боламыз. Бізге қажеті қызанақ, қияр, болгар бұрышы, бір ас қасықтай шекер, жарты шай қасық тұз және сұйық май қажет болады. Және де 9% уксусты пайдаланатын боламыз. Ендеше кірісейік. Ең алдымен жуылған тазартылған қызанақтарымызды мясорубкадан өткізетін боламыз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін соңынан сарымсақты да бірден өткізіп алғаныңыз дұрыс. Мінекей сарымсақты өткізудемін, оны бөлек ыдысқа салып алыңыз, себебі ең соңында бөлек қосатын боламыз. Содан кейін қиярларымызды турауға кірісейік. Ең алдымен екі шетінен тазалап, кесіп тастағаннан кейін иректелген арнайы кескішпен кескеніңіз әдемі болып көрінеді. Барлығын орташа қалыңдықта кесіп шығамын, ешқандай да қалың да, қатты жұқа да болмауы қажет. Достар, өздеріңіз байқап отырғандай, мен өте аз мөлшерде жасаудамын. Бұл тек қана 1 литрлік банкеге арналған мөлшер. Егер де сіз 2 литрлік, 3 литрлік банкеге немесе бірнеше банкеге жасайтын болсаңыз, осы мөлшерді керекті литріңізге көбейтіп, бірден жасай беруіңізге болады. Қиярымызды кесіп болғаннан кейін болгар бұрышын ұзынша жіңішкелеу етіп кесіп шығамыз. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта оңай деген дәмді, жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ендігі кезекте петрушкамызды кесіп алайық. Таяқша тәріздес басын кесіп алып тастаймыз, содан кейін қалғанын ұсақтау етіп турап шығатын боламыз. Мінекей барлық ингредиенттеріміз туралып дайын болды. Ендеше салатты жасауға кірісейік. Отымызды қосып, қазанымызға мясорубкадан өткізілген қызанағымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Осы қызанақ қайнап бастағаннан кейін 30 минут өткеннен кейін ғана барып, туралған болгар бұрышы мен қиярымызды салып, және 5 минуттай қайнататын боламыз. 5 минут өткеннен кейін сарымсағымызды салып, және 5 минут қайнатып аламыз. Достар, егерде жарты сағат қайнатқаннан кейін қызанағыңыздың суы қатты тартылып қалса, қатты алаңдамаңыз. Сәл ғана қайнатылған ыстық су қосып жіберсеңіз де болады. Немесе қиярыңызды салғаннан кейін өзінің ылғалы көбейетін болады. Мінекей 5 минут өтті. Содан кейін мясорубкадан өткізілген сарымсағымызды салып, және жақсылап араластыратын боламыз. Бұл 5 минут тұру себебі сарымсағыңыз жұмсарып пісуі қажет. Салатымыздың дайын болуына сәл қалған кезде 9% уксусымыздан бір ас қасықтай құйып жіберетін боламыз. Содан кейін қалған ингредиенттерімізді саламыз, яғни шекерімізді, тұзымызды және туралған петрушкамызды саламыз. Қатты ұзақ қайнатпаймыз, тек қана жарты минуттай ғана уақыт өткеннен кейін оттан алатын боламыз. Мінекей қыстық әдемі салатымыз дайын болды. Енді банкамызды стерилизовать етуді бастайық. Мінекей ыстықтай қайнап тұрған шайнегімізден ыстық суды осылай қақпағына құйып аламыз. 2-3 минут тұрса жеткілікті, және қайнап тұрған шайнекке осылайша банканы 5 минуттай қойып алып, содан кейін барып ішіне салатты орналастырып, қақпағын жақсылап, қаттылап жауып аласыз. Бар болғаны осы, достар. Міндетті түрде осы салатыңыздың барлығын орналастырып, қақпағын дұрыстап жауып болғаннан кейін банкаңызды көлденең орналастырып, әрлі-берлі қозғап көріңіз. Қақпағынан ешқандай да ылғал ақпауы қажет, яғни стерилденген қақпағыңыз дұрыс бекітілгенін тексеруіміз қажет. Бар болғаны осы, сіздерде жасап көріп, қыстың уақытында кез келген тамағыңызбен тәбетіңізді ашып жеуіңізге болады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.